Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып оқушылары? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентацияларға арналған ақпарат, жоба құру. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: слайд үшін макет таңдау, ақпаратты іздеу, браузер параметрлерін қолдану. Бағалау критерийі: презентацияға арналған ақпараттарды іздеуді жақсы біледі, бет белгілерді орната алады. Миға шабуыл жасап көрейік. Дұрыс жауабын таңда. Баяндама: жобаны, есеп беруді қорғау, жұмыс жоспары, дайын өнім мен қызмет, енгізу нәтижесін бақылауды және басқа да көптеген дүние ұсынуды не дейміз? Жарайсың. Презентация. Презентацияның әрбір бетін не деп атаймыз? Жарайсың. Слайд. Презентациядағы файлдың кеңейтілімі? Жарайсың. Презентацияға арналған ақпаратта жоба құру барысының бірінші тапсырмасы компьютерде орындаймыз. Қоршаған орта туралы презентация жаса. Презентацияға қатысты ақпараттарды интернеттен алып толықтыр және интернеттен алынған ақпаратқа бет белгі қой. Жұмыс барысы: PowerPoint программасын іске қосамыз. Тақырыпқа қатысты ақпараттарды жинақтап, интернеттегі ақпараттарға бет белгі орнатамыз. Презентацияға мәтіндерді кірістіріп, өңдеу. Жұмыс барысында PowerPoint программасын іске қосамыз. Ол үшін пуск батырмасының барлық бағдарламалар бөлімінен Microsoft Office бумасын таңдаймыз. Microsoft Office бумасынан Microsoft Office PowerPoint бағдарламасын тінтуір көмегімен 2 рет шертеміз. PowerPoint бағдарламасын іске қосқаннан кейін тақырыпқа байланысты ақпараттарды компьютерден немесе интернеттен іздейміз. Біздің тақырып қоршаған орта туралы. Google браузерін іске қосып, қоршаған орта оқушылар бізде айналамыздағы жануарларды, өсімдіктерді, күнді, айды, жұлдыздарды да жатқызуға болады. Осыларға қатысты суреттерді, яғни ақпараттарды интернеттен жүктеп көрейік. Өзімізге арналған суретті тінтуірдің көмегімен шертіп, сохранить как батырмасы арқылы керекті бумаға жинақтаймыз. Мен жұмыс стиліндегі бумаға жинақтадым. Және сақтадым. Дәл осылай өзімізге керекті суреттерді жүктейміз. Ары қарай интернетте ақпарат алған бетімізге бет белгі орнатамыз. Ол үшін жоғарғы жақта орналасқан 3 нүктеге барамыз. Закладки бөліміне өтеміз. Добавить в закладки батырмасын басамыз. Және де ақпарат алған жерімізді қоршаған ортаны қорғау деп жазамыз. Қоршаған ортаны қорғау. Сақтау. Әрі қарай презентацияға алған ақпараттарымызды енгізетін боламыз. PowerPoint бағдарламасына барамыз. Слайды деген жерге қоршаған орта деп тақырыпша береміз. Қоршаған орта. Және төменгі жағымызға сыныбымызды жазып қояйық. 4-ші сынып.
келесі беттерді қосамыз және таңдалынған ақпарат, яғни суреттерімізді енгізетін боламыз. Ол үшін ставка бөліміне барамыз, рисунканы басамыз, рабочий столдан сақтаған жұмысымызды таңдап аламыз. Дәл осылай керекті суреттерімізді слайд бетіне орнатамыз. Енді презентацияға мәтіндер енгізіп көрейік. Ол үшін ставка бөліміндегі надпись деген жерге барсақ жеткілікті. Және керекті мәтінімізді теріп жазамыз. Енді жобамызды сақтайық. Ол үшін пуск батырмасы, сохранить как батырмасына өтеміз. Керекті буманы таңдап, ат береміз. Қоршаған орта, сақтау. Оқушылар, компьютер алдында жұмыс жасауда көзге жаттығуды жасап отыру қажет. Бірге жасап көрейік. Оңға, солға, жоғары, төмен, сағат тілімен қараймыз айналдырып, және сағат тіліне қарсы. Көзімізді ашып, жұмамыз. Тапсырма. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.